кербез сұлу Көкшетауы салтанат сәніменен, сал серілердің әніменен әйгілі. Хан ордасы Көкшетау, ән ордасы Көкшетау, сал серілердің бесігі Көкшетау, ұлылар туған жерұйық мекеннің есімі Көкшетау. Арқаны әнмен қырған біржан сал, аспандағы аққуға үнін қосқан ақан сері, гәккул еткен үкілі құрай, балуан шолақ, иман жүсіп, ғазиз, олардан кейін ғұмыр кешкен Кәкімбек Салықов, Мұса Асайынов, Тыныштық Шаменов, Иран Тасқара сынды, олардан кейін де ғұмыр кешіп, осы Көкшетауға ән өнерін насихаттап, жаңадан өзіндік үлесін қосып жүрген әнші композиторлардың әндерінен жинақталған 300-ге тарта ән келесі жылы халыққа жолданбақшы. Ән ордасы Көкшетау деп аталатын бұл ауқымды антологияда біздің әндердің жаңа заманғы студияда жазылған MP3 нұсқасы, нотасы, әннің дұрыс мәтіні және де тарихы жазылатын болады. Осы уақытқа дейін анау ән мынау автордікі еді, мынау ән мынанікі еді, мынаның мынадай нұсқасы бар, мынаны қате айтып жүр деген сөздердің, сұрақтардың бәріне нүкте қоятын үлкен жоба болады. Ақмола облысы мәдениет басқармасының қолдауымен жүзеге асырылатын бұл жоба 2025 жылы халық игілігіне жарайтын болады.